оладьи жасаймыз. 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқа, сосын кейін бананмен. Өте оңай. Бананмен нені жұмыртқаны жақсылап езіп аламыз. Міне жұмыртқамен нені езіп алдық. Жұмыртқамен бананды. Өте оңай. Шемішкенің майы, пісте майы. Ол қант, сіздер тәттілеу қаласаңыздар тәттілеу. Ал егер одан да аз десеңіздер, сода, кішкентай қасықтың жартысы. Толтырмай. Барлығын араластырып аламыз. Араластырып алып, барлық қоспаны. Ұнды қосамыз, көбінесе оладьиді осы ұннан жақсы шығады. Өте қою емес, өте сұйық емес. Жасасаңыз болады. Міне, болды. Қоюлығы осындай, мамалар. Осыны қазір газға пісіреміз. Оладьиді табаны майлап құямыз. Және демен ақырын отқа қоямыз. Міне, мамалар, аударып, ақырын отта пісіріп аласыздар. Негізі бетіне қақпақ төсеп қоям, кішкене іші арасы не болсын деп. Оладьи дайын, мамалар. Алды, артты. Ас болсын. Өте оңай. Тез, уақытты көп алмайтын. Сырмен де сіздерге оладьи көрсетем. Тоже әдемі оладьи шығады. Ал енді ас болсын. Арасы міне іші әйбат болып шықты. Ас болсын.